Бұл құстың шынымен де жаманшылық шақыратыны рас па? Қазақ ертеден байғызды жаманшылық шақырады, ажалдың хабаршысы деп келген. Даусы жағымсыз, ащы, сұңқылдап, төңіректің тыныштығын бұзады. Байғыз жапалақтәрізділер отрядына жатады. Денесі жағынан шағын, үсті шұбар, тұмсығы сүйір әрі имекті болып келеді. Даусының ащылығына қарап, оны соншалықты кішкентай құс деп ойламайды. Негізінде көлемі жұдырықтай ғана болады. Байғыздар көбіне тасты жерлерде, ауылдық жерлерде, далаларда, шөлейт жерлерде қоныстанады. Қазақстанның солтүстігінен басқа жерлерде кездеседі. Байғыздардың ұясы көбіне жартастағы шағын үңгіршектерде болады, жарқабақтағы індерде болады. Сол індерде балапандарын 1 ай 1 жарым ай шамасында басып шығарады. Кеміргіштермен, жәндіктермен қоректенеді. Ертеде үлкен кісілер үйлерінің маңайына байғыз келіп сұңқылдаса, оларды қуып, немесе Мұратәлі ақ сөйле деп шығарып салатын болған. Кейбір үлкендер от көрсетіп қуатын болған. Оның себебі мына бір аңызға келіп саяды. Байғыз туралы аңыздар көп. Сол аңыздардың бірі былай дейді. Ертеде Қаратаудың басында, Жеделібайсын елінде бір бай болған екен. Көпке дейін балалы бола алмай, Құдайдан бала тілеген екен. Арманына жетіп балалы болған екен деседі. Ол балаға Мұратәлі деп ат қояды. Мұратәліні тым еркелетіп, есіртіп өсіреді. Ол үлкенді үлкен, кішіні кіші деп сыйламайтын болады. Той жиындарда төбелес шығарып, бұзақылық көрсетсе, қаралы жиындарда қарқылдап күліп, дөрекілік танытады екен. Сондай жиындардың бірінде есірген ұл Ұмай анаға тіл тигізеді. Ұмай дейсіңдер, ұмайларың осы ма? Бұл да бір көп қатынның бір екен ғой дейді. Бұны естіп тұрған қалың көпшілік не айтарын білмей, ұяттан жерге кіріп кете жаздайды. Ұмай ананың наласына қалған Мұратәлі бірақ күнде кішкентай ғана құсқа айналып, тоғайға сіңіп жоқ болады. Оның сұңқылдаған ащы жағымсыз даусы өткен өміріне өкініші дейді. Кейіннен бұл құс байғыз аталып кеткен екен. Ескі тамның басында жарбиып отырған кішкентай ғана байғызды көріп, көпшілік, ей, мынау баяғыда Ұмай ананың наласына қалған Мұратәлі деген бала ғой, деп айтады екен. Келесі бір аңызға сүйенсек, байғыз Сүлеймен пайғамбарға бағынбаған құс екен. Бұл аңызда Сүлеймен пайғамбардың әйелі құс сүйегінен сарай соғып бер деп айтады. Соған орай, патша сарайға құс біткен атаулыны жинаған екен. Құстардың аяғын саулап байлап, тұмсығын сымға тіздіртеді. Сөйтіп отырып, ол құстарға былай дейді. Мен түс көрдім, түсімде ғажап сарай көрем. Ол сарай тек қана құстың сүйегінен тұрғызылған екен. Мен сол сарайды соғуға арман қылып отырмын дейді. Сонда құстар айтады. Біздің жанымыз сіздің жолыңызда садақа. Біздің жанымызды алып, сол арманыңызға жетіп, бізден сарай соқсаңыз соға беріңіз дейді. Сол кезде құстардың арасынан бөдене, арамызда байғыз жоқ қой дейді. Шынымен де қараса, көп құстың ішінде байғыз жоқ екен. Сүлеймен ашуға булығып Қаршығаға, бар да байғызды алып кел деп айтады. Қаршыға патшаның әмірін екі етпей барып байғызды тауып алып келеді. Сен неге мен шақырғанда көп құстың арасынан табылмадың деп сұрайды. Сол кезде байғыз, мен көп ойдың үстінде отырып, сіздің әміріңізді естімей қалыппын деп айтады. Менің әмірімді естімейтіндей ол не деген ой деп айтады. Сол кезде байғыз отырып, дүниеде жазық көп па, төбе көп па, соны көп ойландым дейді. Әрине жазық көп деп айтады патша. Жоқ, жазық көп емес, дүниеде төбе көп.
Өйткені әрбір қайтыс болған кісі бір төбе болып қалады. Мен оларды да қостым деп айтады. Екіншіден, дүниеде тірі көп па, өлі көп па? Соны ойландым дейді. Сол кезде әрине тірі көп деп айтады. Сол кезде байғыз жоқ, дүниеде өлілер көп дейді. Не себепті деп сұрайды патша. Мен күн шыққанға дейін ұйықтайтын адамдарды да өлілердің санатына қостым деп айтады. Енді үшіншіден, дүниеде әйел көп па, ерлер көп па дейді. Сол кезде патша жалт қарайды. Қайсысы көп екен деп сұрайды. Әрине әйел көп деп айтады. Не себепті деген сұрағына байғыз былай деп жауап береді. Мен әйелдерінің айтқанынан шыға алмайтын ерлерді де әйелдердің қатарына қостым деп айтады. Сөзден жеңілген патша барлық құстарды босатуға бұйрық береді. Аяқтарының тұсауларын шешіп, құстарды біртіндеп босатып жатады. Сол кезде тірі қалғанына қуанған торғай тұсауы шешілместен ұшып кетеді. Содан кейін торғай секектеп жүретін болған деген аңыз бар. Осыған орай байғыздың тұмсығында ғана тесік жоқ, қалған құстардың барлығының тұмсығында тесік пайда болған деседі. Құрметті оқырмандар, менің каналымды көбінесе тіркелмеген кісілер көреді екен. Менің каналыма тіркеліп, қазақ тілді каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер екен.